Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге eGov мобайл қосымшасын қалай жүктегенімді және оған қалай тіркелгенімді көрсететін боламын. Жалпы біз бұл қосымша арқылы көптеген анықтамаларды үйден шықпай осы телефон арқылы ала аламыз. Сонымен қатар көптеген қызметтерге өтінім сұранысты онлайн жібере аламыз. Сонымен бұл қосымшаны Play Market'тен немесе App Store'дан бірінші телефонға жүктеп аламыз. Жүктеп алғаннан кейін қосымшаны ашамыз. Кіру тіркелу деген басамыз. Яғни тіркелуді бастаймыз. Жалғастыру. Бірінші кезекте біз базада тіркелген қолданыстағы номерімізді мына жерге енгіземіз. Дұрыс әрі толық енгізгеннен кейін бізге мынандай SMS-код келу керек. SMS-код растау үшін номерді. Ары қарай видео проверка өтуіміз керек. Ол үшін қосымша сұраған барлық доступтарға разрешение беруіміз керек. Видео проверканы өтіп болдық. Мына жерде запрос доступа, разрешить. Әрі қарай жалғастырамыз. Қосымша сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни бірінші жолда жеке куәлігіміздің номерін енгізуіміз керек, ал екінші жолда туған күнімізді, айымызды және жылымызды кезегімен толық енгізіп шығамыз мына жерге. Енгізіп болғаннан кейін жалғастыру батырмасын басамыз. Сұранысымыз өңделуде. Екінші кезекте бізде электронды цифрлы қолтаңбаны шығару. Мына бірінші жолда біз emailді енгізуіміз керек, яғни почтамызды. Және де ЭЦК шығару үшін бізге құпия сөз ойлап табу керек. Құпия сөзіміз міндетті түрде мына шарттарға сәйкес болу керек. Яғни, егерде шарттарға сәйкес болмаса, біздің құпия сөзіміз расталмайды. Шарт бойынша бір басылатын әріпі, бір жолды қылатын әріпі, арнайы таңбалар болу керек. Мына жерде көрсетілген таңбалар. 0-дан 9-ға дейінгі сандар және құпия сөзінің ұзындығы 8-ден 30 таңбаға дейін болу керек. Сонымен қатар өте оңай болмауы керек таңбалар тізбегі. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY деген сияқты. Мысалға айтатын болсам, есіміңіз Арман болатын болса, Арман 1980 леп белгісі. Мінеки осылай қойсаңыз болады құпия сөзді. Яғни бұл жердегі А бірінші бас әріппен жазуыңыз керек. Одан кейін барлығы да латын әріпімен және де сан, мінеки символ бәрі де болу керек бұл құпия сөзде. Егер құпия сөзіңізді осылай дұрыс енгізетін болсаңыз, құпия сөзіңіз расталады. Ал егер дұрыс емес болып бір цифрды немесе таңбаны тастап кетсеңіз, қате шыға береді. Мінеки дұрыс енгізсеңіз, жалғастыру батырмасын басасыз. Сұранысыңыз сәтті аяқталады. Одан кейін тіркеуді аяқтау батырмасын басамыз. Мінеки қосымшаға кіреміз. Жылдам қол жеткізу кодын енгіземіз. Мына жерде өзіңіз ұмытпайтын кодты өзіңіз енгізесіз. Сонымен қатар Face ID пайдалануға болады. Яғни код енгізсеңіз, оны міндетті түрде ұмытпауыңыз керек. Ол әрбір қосымшаға кірген сайын сұралады. Мінеки қосымшаға тіркелдік. Осындай пайдалы ақпараттарды көргілеріңіз келсе, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.